Баршаларыңызға қайырлы күн, келіп жеткен жаңа жылымыз құтты болсын. Жаңа жылда өзімнің отбасыма қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрме дайындадым. Және де сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, ауызда еритін керемет тағам болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны толықтай соңына дейін қараңыздар. Бізге жылқының қарны қажет болады. Жақсылап жуып, тазалап, бір күнге тұзды суға салып қоясыздар. Одан кейін кез келген жас малдың еті қажет болады. Жақсылап турап аласыздар бірнеше бөлікке бөліп. Және де жуа картоп қажет болады. Менде бұл жерде қойдың еті, оған қара бұрыш, тұз сеуіп араластырамыз. Одан кейін картопымызбен жуамызды салып, тұз салып және қара бұрыш қосамыз. Ешқандай артық дәмдеуіштер қоспадым. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Және де қазы қосыңыздар міндетті түрде. Одан кейін жылқының қарнына жаңағы дайындап алған картоп етіміздің барлығын ішіне саламыз. Бір жағын тігіп тастадым. Осылай ішіне барлығын толтырып, және де қазымызды салып, екінші жағында жіппен тігіп тастайсыздар. Менде қарын үлкен болып шықты. Осылай жіппен тігіп тастаймыз. Одан кейін противенге орналастырамыз. Астына фольга немесе осындай перманент қағазын саласыздар. Одан кейін екі қабаттап бетін фольгамен жабасыздар. Осылай барлығын фольгамен бетін жақсылап жауып шығамыз. 170-180 градуста қызып тұрған духовкамызға 3,5 немесе 4 сағат пісіріп аламыз. Сол аралықта толықтай іші барлығы пісіп шығатын болады. Не көріп тұрғандарыңыздай, мен екінші қабатта бетін тағы да фольгамен жаптым. Осылай 3,5-4 сағаттың ішінде пісіп шығады. Менде 4 сағаттай тұрды. 4 сағаттан кейін бетін ашып, көріп тұрғандарыңыздай өзінің соғы бөлінеді. Сол соғын алып, кечешканың көмегімен бетіне жағып, тағы да фольгасын алып тастап, бір 10 минутқа салып аламыз. Міне беті қызарып, осылай әдемі болып шығады. Іші толықтай пысады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.